Уа жаратушы Раббым, барша мақтаулар мен шүкіршіліктер саған лайық. Сен барлық нәрсенің иесі, жүректерге тыныштық сыйлаушы, жанымыздың шипасысың. Сенің мейірімің мен рақымыңа шек жоқ. Бізді әрбір істе адалдыққа, әрбір сөзде шындыққа, әрбір қадамда ізгілікке жетелей көр. Қиындықтарда сабыр бер, жеңілдіктеріңмен сүйіншіле. Көңілімізді өзіңнің нұрыңмен нұрландыр. Ақыл санамызды пайдалы біліммен байыт. Ниеттерімізді таза, амалдарымызды саған ұнамды ет. Уа Алла, бізді өзіңнің сүйікті құлдарының қатарына қоса көр. Күнәларымызды кешір, кемшіліктерімізді түзет. Қайта-қайта сүрінсек те, сенің есігіңді қақпай қоюдан сақта. Жүрегімізді сенімге толтырып, жанымызды сабырлықпен шүкіршілікке бөле. Өмірімізге береке сыйла, күндерімізді мейіріміңмен әрле. Бізді өзімізге, отбасымызға, қоғамымызға және саған пайдасы тиетін мүмін болуымызды, әр істі тек сенің разылығың үшін орындауды нәсіп ет. Жақсылық жасауды жеңілдет, жамандықтан алыстат. Уа Раббым, бізді ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның салып кеткен нұрлы жолдарынан тайдырма. Ол бізге көркем мінездің үлгісін көрсетті. Әр сөзі мен ісі бізге жақсылыққа жетелейтін шамшырақ болды. Бізді сүннеттен ажыратпа, жүрегімізді махаббатқа толтыр. Ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның шапағатына лайық құл болуды нәсіп ет. Уа мейірімді Алла, сенің шексіз мейірімің мен рақымыңнан үмітімізді үзбейміз. Бізді дұрыс жолдан тайдырмай, сенің разылығыңа жетелейтін амалдарды жасауды нәсіп ет.